Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жеңіл салаттың түрімен сіздермен бөліскім келеді. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бір жұмыртқаны дайындап қоямыз. 2 лаваш қажет болады. Қанша сантиметрден кесу керек жайында описаниеда қалдырып кетемін. Жалпы квадрат шығару керек болады. Және осындай кексіктің формалары да қажет. Ортасына жұмыртқаны жағасыз да бір-біріне осылай жабыстырасыз. Және кекстің формасына салып, әдемі корзина жасаймыз. Түбін 4 піштеу қажет болады, себебі дастарханға қойғанда тұрмай қалады. Тағы бір көрсетіп жүрейін, ортасына жұмыртқа жағасыз және екіншісін жабыстырамыз. 150 градуста алдын ала қыздырылып тұрған пеште 5-10 минутта кептіріп аламын. Оған дейін 2 қиярды тураймыз. Укроп. 2 жұмыртқаны тураймын 4 піштап. Және халал крабовый палочки қолданамын. Болмаса тауық етін қолдансаңыз да дәмді шығады. Келесі 1 қасық қаймақ, аз ғана тұз, қара бұрыш және осының барлығын жақсылап араластырамыз. Корзиналарымыз дайын болды. Енді осы корзинаның барлығын толтыра берсек болады. Соңында укроппен осындай әдемілеуге де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарияға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.